Еліміздің ертеңі бүгінгі жас ұрпақтың тағдыры ұстаздардың қолында екені айқын. Мен Раушанбек қызы Шаттық, педагогика ғылымдарының магистрі, педагог-модератор, Таки Есетов атындағы номері 264 мектеп лицейінде 8-ші Е сыныбының жетекшісі қызметін атқарамын. Менің өмірлік ұстанымым: мейіріммен өмір сүр, жауапкершілікпен еңбек ет, үмітпен алға ұмтыл. Сынып жетекшісі ретінде менің мақсатым адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасына сәйкес азаматтық жауапкершілік пен патриотизм, парасаттылық пен адалдық, ар-ұждан, рухани адамгершілік қасиеттерін бойына сіңірген, үйресінді дамыған тұлға қалыптастыру. Сыныбымдағы достық, сыйластық пен қолдау біздің басты құндылығымыз. Мен әрбір шәкіртімнің жетістігіне қуанып, олардың жүректеріне жол табуға тырысамын. Біз бірге өсеміз, бірге үйренеміз, бірге жетістікке жетеміз. Қазіргі жетекшілік ететін 8-ші сыныбым ұйымшыл, белсенді, өнер мен білімге құштар жасөспірімдерден құралған. Менің сыныбым ерекше әлем. Күнде еке табиғаттың жанары, күн жүзіңде үміт ұшып қарады. Алты бақаның аясына келіп ек, арулар кеп қуанышқа орады. Біздің сыныпта 29 оқушы бар. 11 батыр ұл мен 18 өнерлі қыз. Сынып құрылымы: 10. Үздік оқушы: 9. Үлгерімі жақсы оқушы. Білім сапасы: 65%. Отан деген ұлығын, ардақтаймын құшамын. Сол отанның ұлымын, сұңқары боп ұшамын. Мектептің қоғамдық жұмыстарына сыныбым белсенді түрде атсалысып келеді. Сыныбымда дарынды да білімді, өнерлі де талантты шәкірттерім өте көп. Солардың бір қатарын атап өткенді жөн санап отырмын. Республикалық облыстық байқаулардың жеңімпаздары Алпысбай Каусар, Серік Нұрперзент, Телқара Аян, Ғабдолла Айзере, Жарылқасын Шариф, Қадыр Даурен жоғары деңгейдегі дипломдармен марапатталған. Дарынды ұстазға талантты шәкірт деген. Менің шәкірттерім сыныбымның мақтаныштары: Абдрашит Айшуақ, Ақылбек Шұғыла, Байжан Орынкүл, Қайрат қызы Мерей, Мырзатай Нұрай секілді сыныптағы өте белсенді қыздарым. Мектеп ішіндегі қоғамдық іс-шараларға белсене атсалысып, биіктерден көрініп келеді. Біздің сыныпта адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасы жүзеге асырылып келеді. Бұл бағдарлама оқушыларды тек біліммен ғана емес, адалдық, әділдік, жауапкершілік сияқты адамгершілік қасиеттерге тәрбиелеуге бағытталған. Оның нәтижесінде біз тек білімді емес, парасатты, адал, қоғамға пайдалы азаматтарды тәрбиелейміз. Біздің сынып тек оқушылар тобы емес, бұл әрқайсысы бір-бірінің болашағына алаңдайтын және шабыт беретін үлкен отбасы. Оқушылардың жетістігін көрсету, олардың еңбегін қоғам алдында тану және бағалау өте маңызды. Мұндай қадамдар оқушылардың өзін-өзі бағалауын, сенімін арттыруға, әрі қарай бағалауға, ынталандыруға ықпал етеді. Менің сыныбым менің мақтанышым. Баланы білім нәрімен сусындату, сынып жетекшілік ету, балалармен жұмыс жасау мен үшін үлкен бақыт.